Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен қайнатуды қажет етпейтін қызанақтардан фантомас дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тексерістен өткен рецепт. Анамның рецепті бойынша, себебі бұны неше жылдан бері осы рецептпен жасап келе жатырмыз. Яғни жуып тазалап болған қызанақтарымызды міндетті түрде кептіріп аламыз қыздар. Бірден тартпаймыз. Одан кейін барып керек емес жерлерін тазалап аламыз да ет тартқыштың көмегімен тартып аламыз. Бізге сарымсақ және ащы бұрыш қажет болады. Оны да ет тартқыштың көмегімен тартып аламыз. Толық рецепт описание бөлімінде болады қыздар. Қанша грамм, қанша килограмм кеткені барлығы жазулы болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығын тартып болғаннан кейін осылай қызанақтардың үстінен салып аспиринімізді саламыз және дәміне қарай тұзымызды саламыз қыздар. Ащы болып кетпесін. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сала бересіздер ғой. Барлығын араластырып бір күнге қалдырамыз. Бір күн өткеннен кейін қыздар бірден бутылкаларыңызға, қалауларыңыз бойынша ыдыстарыңызға салып қоясыздар. Ас болсын.